Сонымен құрметті оқушы, мен сізге қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы туралы сабақтарымды бастамақшымын. Қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы өте күрделі болды. Құрметті оқушы, тақтадағы қалалардың атына, Сыр өзенінің бойындағы қалалардың атына назар аудара отырыңыз. 15 ғасырдың аяғы, 16 ғасырдың басында Орта Азия мен Қазақстан жеріндегі саяси өмірінде айтарлықтай тарихи оқиғалар болды. Тарих сахнасынан Қазақстанның оңтүстік шығысын алып жатқан Моғолстан, Қазақстанның орталық, яғни шығыс дешті қыпшақты жатқан Әбілқайыр хандығы тарих сахнасынан кетті. 15 ғасырдың 70 жылдары Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек Сырдария бойы мен оған жалғас жатқан Қаратау өңірін басып алуды көздеді. Сөйтіп, Сыр өзенінің бойындағы қалаларды басып алу үшін Әбілқайыр ханның немересі Мұхамед-Шайбанимен біраз уақыт соғысты. Құрметті оқушы, көңіліңізді аударыңыз. Сізге мынандай сұрақ келуі мүмкін. Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек Сыр өзенінің бойындағы қалаларды Қазақ хандығына қарату үшін кіммен соғысты дейтін болса, Әбілқайыр ханның немересі Мұхамед-Шайбанимен. Сізге мынандай да сұрақ келуі мүмкін. Қазақ хандары Керей мен Жәнібек Әбілқайыр ханның немересі Мұхамед-Шайбанимен Сыр өзенінің бойындағы қалалар үшін қанша уақыт соғысты деген сұрақ келсе, 30 жылдан астам уақыт деп жауап беріңіз. Құрметті оқушы, көңіліңізді тақтаға аударыңыз. 1470 жылы Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей бастаған әскер Сыр өзенінің бойындағы Сауран қаласының маңындағы Түркістанға жорыққа аттанды. Сонымен 1470 жылы Керей хан бастаған жорық қайда аттанды дейтін болса, Түркістанға деп жауап беріңіз. Ал Жәнібек хан бастаған қол Созаққа шабуыл жасады. Сонымен құрметті оқушы, сізге ол сұрақ мынандай да мағынада келуі мүмкін. 1470 жылы Керей мен Жәнібек хандар қай қалаларға жорыққа аттанды дейтін болса, Сауран қаласының маңындағы Түркістанға және Созаққа деп жауап беріңіз. Ал енді Сауран қаласының түбінде Мұхамед-Шайбани қазақ хандарынан жеңіліс тауып, Бұхара қаласына қарай қашып құтылады. Сөйтіп, Сауран қаласы 15 ғасырдың 70 жылдары қазақ хандарының қолына қарады. Сөйтіп, Сыр өзенінің бойындағы Сауран қаласы қазақ хандарының қолына 15 ғасырдың 70 жылдары өтті.